Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін біз фикус бенджаминаны қалай өреміз, қандай декоративті көрініс береміз деген сұраққа жауап береміз. Мына фикус бенджаминаны өргеніме 1,5 айдай өтті. Мына көрініп тұрса, декоративті өте әдемі көрініс беріп тұр. Бұл негізінде мына жерден шыққан екі ғана бұтақ болып шыққан. Және мына бір бұтағы, көрдіңіздер ме, екі айырылып шыққан. Осы үшеуін ешқандай да үш отростка қолданбай-ақ, осы үшеуін ғана қолданып, мен осылай өріп қойдым. Мына жерде мына біріккен жерлерін мен сіздерге қазір фиксировать етіп көрсетемін. Өте бір-біріне бірігіп, мына бір-біріне бірігіп, әдемі болып уже өсіп кеткен. Көрінісі өте әдемі. Қараңыздаршы, мына жапырақтары шар сияқты, мына өте әдемі көрініс беріп тұр. Бұны үлкен декоративті жаңағыдай горшокқа отырғызатын болсаңыздар, өте әдемі көрініс береді. Осылай бір-біріне алма-кезек өріп, одан кейін мына бос орындарды қалдыру өте міндетті. Кейін сабағы жуандаған кезде мына жерге бір-біріне тығыз болып жуандамай өспей қалу үшін мына жерлерге мен карандаш немесе бір сондай карандашқа ұқсайтын бір заттар тығып қойған болатынмын. Мына жерлер бір-біріне жабысып, уже өсіп кеткеннен кейін мен ол карандаштарды алып тастадым. Достар, мына жерде байқасаңыздар, мына жерде көп бұтақтары кесілген. Бұл бұтақтарын мен өру үшін тек қана сабағы қалу үшін кесіп бұтақтап тастадым. Тек қана төбесін ғана қалдырдым. Сол сияқты мына жанынан да мына бұтақтар шыққан. Мен бұларды да кесіп тастаймын. Маған төменнен өскен керек емес. Тек ағаш болып, әдемі көрініс беріп тұрса болды. Бұл кескен фикустарды суға салып тамырлатсаңыздар да болады. Менде ол видеолар бар. Описанияға ссылкасын қалдырамын. Фикус бенджамина дегенді. Қараңыздаршы, қандай әдемі көрік беріп тұр. Осылай әдемі көрік беріп, гүлдеріңізді өріп, үйдің дизайн ашсаңыздар болады. Енді тағы да менде бұл фикус бенджаминаның кішкентай түрі болса, менде мынандай бір үлкен түрі бар фикустың. Мынау 1,5 метрге дейін өседі. Сол себепті осылай мен шар қылып, жаңағыдай жапырақтарын осындай көрік беріп өсіргім келді да. Ирелек қылып өсіргім келіп тұр. Сабағын ирелек етіп формаға келтіргенім қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мына бір осы бір темірді тауып алдым, осыған айландырып, мен бұған қазір декоративті көрік беремін. Достар, ең алдымен өсіп тұрған артық бұтақтарды тақап кесіп тастаймыз. Бұл бізге керек емес. Осылай алып тастадым. Бұтақтарын кесіп тастағаннан кейін мұны мен горшоктан босатып аламын. Қараңыздаршы, горшокты толтырып, тамыры толып өсіпті. Бұны барлық топырағынан босатып аламын. Мына үлкен горшокқа отырғызғым келіп отыр. Мына кішкентайлық қылады деген ойдамын. Оның үстіне темірді қосатын болсам, онда кішкентайлық етеді мына горшок. Сол себепті үлкенде горшокқа отырғызғым келіп отыр. Мінекей достар, мен топырақ дайындап алдым. Кәдімгі мына ауланың топырағымен және мына теравайт топырағын және перлит қосып, және де басқа да қоспаларыңыз болса қоссаңыздар болады. Бұндай топырақ құрамын жасап, қазір мен бұл гүлді отырғызатын боламын. Өлшеп алайық міндетті түрде. Қазірге бізге осы топырақ жетеді. Мына жаққа дейін толтырмаймын, себебі тамыры әлі кішкентай. Мен тек қана тамырды ұстап тұрсын деп қана үлкен горшокқа отырғызып жатырмын.
Себебі мына кішкентай горшок вот мына темірдің және гүлдің салмағын көтере алмайды, құлап кетуі мүмкін. Сол себепті де мен осы үлкенге отырғыздым. Достар, мына фикус гүлінде ұстап тұрсын деп мына мен байлап қойған болатынмын, бір-біріне біріксін бұтақтары деп. Осыны қазір шешемін. Мына көрініп тұрса, жақсы бірігіп өсіп кеткен. Достар, мына гүлді біз мына темірге осылай айландырамыз. Спираль сияқты қылып өсіргім келіп отыр. Сол себепті де осылай бұл гүл өте майысқақ және формировкаға өте тез келеді. Сол себепті уайымдамасаңыздар да болады. Майыстырған жерімізді мына жерде майыстырған жерімізді әдемілеп байлап қоямыз. Бұл гүлді уайымдамаңыздар, ешқандай да травма, ешнәрсе болмайды. Стресс болуы мүмкін. Стресстің алдын алу үшін біз эпин себеміз. Мінекей мына жерден фиксировать етіп байлаймын. Мінекей достар, осылай спираль болып өсетін болады. Осылай эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Өз формасына келіп, спираль болған кезде сабағы темірді алып тастаймыз. Мына жерде мына қараңызшы, фикус өте әдемі декоративті болып көрінген. Мінекей достар, осындай спираль болып өсетін болады. Мына гүлім өріліп өсетін болады. Осындай болады. Назарларыңызға рахмет. Егер видеоны ұнаса лайк басып, төменге комментарий қалдырып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.